Сәлем қыздар, бүгін біз қарыннан салат жасайтын боламыз. Бізге керегі ең бастысы қарын, сәбіз, тәтті бұрышымыз, көк пиязымыз, кәдімгі бұрыш пиязымыз керек болады. Тәтті бұрыштың қызыл жартысы бәрі бір, қалауларыңыз бойынша. Чеснок керек болады, уксус, қара бұрыш. Алдымен осылай біз қарнымызды соломка етіп турап аламыз. Тәтті бұрышымызды дәл сондай етіп тураймыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Сары болсын, жасыл болсын, қызыл болсын. Мен бұл жерде қызыл таңдадым. Одан кейін осындай пиязымызды да жіңішке етіп турап аламыз. Помидорымызды дәл сондай етіп тураймыз. Мен бұл жерде 2 помидор қостым. Осындай свежий огурцымызды тураймыз. Басында мен осылай турайын деп ойладым да, жоқ, бәрін бірдей соломка етіп қылайын деп шештім. Сөйтіп барлығын турап шықтым. Енді кезекте бізде көк пияз. Көк пиязды осылай етіп тураймыз. Арғы жағы көк жасыл жағына келген уақытта сабағына кішкене ұзындау етіп турайсыздар. Одан кейін бізде кейінса, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша енді мен бізге бар жоғы бір сәбіз ғана керек. Осылай теркадан өткізіп, одан кейін чесногымызды саламыз. Осылай рет-ретмен істей берсеңіздер болады. Бұл жерде мен соленый огурцыдан біреу қостым. Мына барлығын болдық. Соңынан біз жаңа тұзымызды, қара бұрышымызды аз-аздан қосамыз. Дәміне қарай. Паприкамызды, сушеный паприка дейді, кәдімгі ащылауы. Кинзамызды қосып, одан кейін 2 кішкентай қасықтан уксус қостым. Ең соңында біз майды қыздырып, қатты ыстық күйінде осылай үстіне құямыз. Бұны біз бұрыштарымыздың үстіне құямыз. Сол өзі иісі әдемі болып шығады. Міне салатымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын. Алдымен лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.